Саламатсызбы. Автокөлік денсаулығын күту арнасына қош келдіңіз. Бүгін міне Havail F7 деген көлікті қарастырып жатырмыз. Бұл Қытайда ойлап тапқан және бастапқы шығарылымы Қытайда өндіріледі. Ал Ресейдің Тула қаласында бұл көліктер Қазақстан үшін жиналады. Әрине Ресей үшін де. Яғни бұл көліктер бұл 19 дюймдік дөңгелектері осындай. Бұл көлік Ресейден бізге келеді. Сондықтан бұл қазақстандық көлік болып есептелмейді. 4 дөңгелегі де алға тартады екен. 4-wheel drive деп тұр. Havail. F7 деген көлік. Міне мынандай дизайн. Мынау бәрі фаралардың бәрі үзгі технологиямен жасалған фаралар. Үздік технологиямен. LED Premium Vision деп тұр. Яғни бұл қарапайым шамдар емес. Міне мына үшеуі, төртеуі ғой. Үшеуі алға переді, ал мынау алысқа перетін шам. Мынау тұманда бәрі LED. Міне мына жерін асты. Астындағы мынау күндізгі шамдар және бұрылыс белгілеу шамдары. Осында міне Қытайдың көлігі. Енді Қазақстанда да сатып алуға болады. Бағасы менің ойымша өте қымбат. 13 миллионнан басталады, бірақ та бұл өте төменгі деңгей және 1,5 литрлік турбо қозғалтқыш. Мында 2 литрлік турбо қозғалтқыш. Төбесінде лөгі бар. Лөгі бар. Неменесі бар? Круиз контроль, дистанцияны бағалау, жан-жақты бағалау, және surround монитор, яғни 360 градустық бейнені көрсетеді. Яғни үстіден көлікті үстіден көрсетеді. Сонда парковкада ыңғайлы болады. Салон жайында осындай толық деңгеймен көлік 2 литрлік турбо қозғалтқышпен 18 миллионнан асып кетеді. 19 миллион дейікші. Өте қымбат мен үшін. Әсіресе Қытайдың танымал емес көлігіне. Біріншіден сапа жағынан. Айтарым сіздерге бұл қозғалтқыштың блогы шойыннан жасалады. Өзіме ұнайтындай. Соның өзінде қалай жүреді екенді айта алмадым. 250 мың шақырым кепілдігі бар.
250 мың шақырым. Иә, немесе 5 жыл. Былайша айтқанда бұл қазіргі таңда жеткілікті. Қалай төзімділігі туралы қалай болады екен айта алмадым. Ешқашанда жүріп көрген жоқпын. Бұл бірінші алғаш рет қашан мен Қытай көлігіне мініп көргенім. Оны арнайы қойып қоям, бұл бейнені. Әңгімесіз болады ол. Сол. Қорабы жайында бұл көлікте, жалпы Хавейл көліктерінде ешқандай гидроавтомат жоқ. Механика да жоқ. Тек қана робот. 2 сцеплениясы бар. Робот. Қалада жүріп көргенде, былай айтқаным, жалпы автомат тәрізді. Алғаш ретінде сәл кішкене енді сцепление қалай қосады екен робот, соған байланысты шығар, кішкене қаттырақ итермелейді. Ары қарай жүргенде, жақсы. Робот қалай қаншасын шыдайды екен, бұл жағында айта алмадым. Енді кепілдігі бар, 250 мың шақырым. Енді кепілдік деген ол менің ойымша қалай болады екен ешкім айта алмайды. Себебі неміс көліктеріне де кепілдік беріледі. Бірақ та көбі сөйтіп дилердің қасында жүреді. Ана жері сынып қап, соны кепілдік арқасында жөндеп қойып, сосын гарантиясы міне бітейін дегенде неміс көлік иелері сол көліктерді сатып жібереді. Трейдинг дейді ғой. Сөйтіп жүріп, су жаңа көлікпен. Сіздер осындай жағдай келе жатыр Қазақстанға. Яғни көліктердің бәрі нәзік болып кеткен. Міне кепілдігі беріледі, 250 мың шақырым немесе 5 жыл. Сол аралықта мініп қызығын көрем десеңіздер, дилерге қанша келетінізді айта алмадым. Енді техникалық қарауды емес, бір жері сынып қалып, соны кепілдік арқасында жөндеп алуға қанша рет келетінізді айта алмадым. Қытай көліктері маған белгісіз, міне алғаш рет. Бұрын көліктер, Қытай көліктері сапасыз болған, бірақ та өсіп жатыр. Міне мынау мысалы шойын, бірақ та Тойотада шойын ол, бұл үлкен ерекшелік, бұл үлкен талай нәрсе әкеледі Тойота қозғалғыштарына. Ал басқаларға қалай шойын блоктары қалай әсер етеді? Енді шойын блок үнемі жақсы әсер етеді, май жемейді. Қызуға төзімді бұндай қозғалғыштар. Ал Қытай көліктері, бұл тек қана көліктің төзімділігі тек қана блокта емес қой. Ол қалай осы мыңдаған құрал жабдықтар, бір талай агрегаттар бірін-бірімен қалай салғастырылған, сәйкестірілген, соның бәрі әсер етеді. Мысалы, робот сцепленияны жестко жіберіп жіберсе қатты, онда қаншаға шыдайды? Немесе мысалы қозғалғыш, мысалы шойын болса да жұмыс істеу температурасы 100-ден асып тұрса, неміс көліктері секілді 110 болып тұрса, қаншаға шыдайды? Шойында шыдамау мүмкін.
былғарам. Иісі күшті екен. Бірақ та бұл нағыз былғар емес. Джойстик. Терең емес. Просто коннектор. Қозғалады екен. Çok ұстауға болады екен. Торпедасы өте күшті екен. Астында USB бар. Сосын 12 вольттық розеткасы. Антикор заводта жасапты. Шанан жауып тұрады астын. Балағымыз таза болып тұрады. Докатка. Толық дөңгелек емес екен. Кішкентай шамы бар. Артқы орындықтары. Артында өте кең екен. Былай қойуға болады екен. Көрдіңіз ғой. Жатқызып қоюға да болады. Алыс жолда ыңғайлатып. Жоғары көтеріп қоюға да болады. Артқы орындықтардың үсті панорамалық люк. Артқы айнаға сондай көп көрінікті нәрсе емес екен. Көп көре алмайсыз. Өте жіңішке болып келеді терезесі. Бардачогы А4 қағаз сиіп тұр. Есігі жақсы жаңады. Иісі күшті. Былғар болмаса да былғарға ұқсайды. Бірақ та бұл былғар емес. Бұл міне осы 2 литрлік турбо қозғалтқышы. Суыту жүйесі міне қысыммен істейді. Артық су бачогындарын көрдіңіз ғой, айтып едім ғой. Қапшық бұл сонымен бірге клапан болып келеді.
Кәне көрейік. Бісміллә. Міне мынау қысыммен істейтін жанармай насос. Дизельдердағыдай ДМВ дейді ғой. Жоғары қысыммен айдайтын насос. Мотордан қызып кетпесін деп мынаған утеплитель қойып қойған. Инжекторлар цилиндрға айдайды жанармайды. Жаңа ғана кепілдігі туралы сөйлестім. Міне көрді ғой Қытайдар жалпы агрегаттарын өздері шығармайды. Міне бұл маңызды компьютер, блок управления дейді ғой, басқару жүйесі. Міне Delphi, бұл америкалық компьютерлер жүйесіндегі үздік ұйымы болып келеді компаниясы. Содар міне Қытайда шығарады. Арна емес, жалпы бүкіл әлемге шығарады. Қытайлықтар осы жерден сатып алады компьютерін. Қытайда шығарған компьютер. Яғни қозғалтқышқа кепілдік тек қана 150 мың немесе 3 жыл. Робот қорабына 200 мың немесе 5 жыл. Солай. Мен үшін аздау секілді. Өте күрделі көлік. Көрді қанша маны. Турбинасы ар жағында оны. Ар жағында үрлейді. Сосын былай келіп, мына жерден ала етеді. Сол жерде су үйді. Сосын былай барып сору коллекторына келеді. Мына жерде дроссель көрініп тұр. Көрдің, коллектор кішкентай, жақта пластик. Инжекторлардың бәрі үстіде орналасқан, себебі бұл тағы да айтарым ке. Бұл тікелей цилиндрға құю инжекторлары. Қараңыздар. Несі ұнады? Мынаны бір рет қана тартасыз, есік ашық тұрады. Тағы да бір рет. Қараңыздар. Сонысы ұнады. Бұл BMW-ға ұқсас. Pedal tornuz bu. Когда ремень одеваете, он автоматически снимается. Получается, у нас полная комплектация. Его цена составляет 18 миллионов 590. 2 литра с полным приводом. Турбированный двигатель 190 лошадиных сил. Для передачи коробки кнопку нажимаем и на себя тянем. На себя.
Все, D1. Все, можем выезжать. На газ нажимайте. Резко. Машина турбовая, резкая, здесь налево. Да, всё ясно. Направо. А, только притрога не было. Он же... Стефан направо. Да-да, я по этому же маршруту поехал. А он же конкурент Санта-Фе или Тусана? Тусан. Тусану? Тусан. Он же больше уровень. Ну, визуально кажется, что он больше, да. То есть так? по габаритам одинаковый. По салону он больше. Ну вот, например, этот... Тут 20 миллионов стоит, этот 18 получается. Но запах такой, как будто натуральная кожа. Нет, Я это просто это запах тоже. не люблю. А, о! Видит же он, кажется. А то я как-то не привык, что вот, думал этот. Я привык просто, когда отпускаешь. А, он держит, да? как- Да, и мы там же стояли же. Почему вот я дернулся? И вот это... Потому что пока вы на газ не нажмете, он не поедет. Потом последующие разы. он А будет. потом... Потом уже будет. А то я нормально. думал, блин, Ну, думаю, можно будет выставить автохолд этот, чтобы... Да? Да? Так тоже можно. там автохолд стоял, да? Поэтому? Да. Нет, не автохолд. То есть, когда вы нажали один раз, Ага. она поехала, все, последующая она будет у вас не останавливать. То есть ногу на тормозе держать. А Понятно. первый раз, конечно, она будет стоять, он не поедет машина. Нифига он быстро набирает. Так резко набрал. Да, машина резвая очень, в принципе. Очень резвая. Здесь же не автобусная полоса. Нет, следующий вот автобус начнется. Вот он автобус. Успел, кажется, да? Далее. Да? Здесь направо. Вообще этот. Ну вот вы ездили на Санта-Фе в сравнении. Нет, тут, конечно, Санта-Фе был более как мой Субарик. Но он еще тяжелее же. Тяжелее намного. Субарик что у меня? 1,5 тонны. От Санта-Фе мне сказали 2 тонны. Это тонна 600. Ну, как Субарик. Да. Тонна 700, наверное. Тонна 600 с чем-то, да? Ну, У меня тонна Субарик 600, 1000. тонна 700, а не вот такой. Вот, у меня Субарик, если так тоже округлять, тонна 600. Когда поворачиваешь направо, камера автоматически направо. Да. Ага. Ну это и на этом, на Hyundai. Мгм. Там только в кругляшке и вот здесь. Да. Мне здесь больше удобнее нравится. Потому что, ну, как бы здесь ты смотришь, в принципе, не сюда смотришь, а ты смотришь на этот. Когда поворачиваешь, ты смотришь. Да, обзорно справа. Да, и тут она единственное налево, ну, ничего. Вообще сюда как бы смысл выводить такие важные вещи. Конечно, это человек отвлекается. Отвлекается, да. То есть у него зеркало есть, это там есть, и обзорность. Здесь удобно. Да, единственное, назад, оказывается, с салона зеркало, но это не Вообще, критично. Да, мы же в основном по зеркалам смотрим. Да. Назад это когда по трассе едем, в основном Да, внимание да. обращаем. Господи. Ну и что мне понравилось, она не такая вот прямо заставляет тебя этот. Есть же машины, которые заставляют тебя давить на педаль. Да. Нет, она нормально, адекватно. Просто реакция у нее быстрая.
как мне? Еще раз. Вот это вот жесть. Ага, все. Вы не нажимайте на это. Ну, понял. Когда машину покупаешь, надо думать о том, что как ты будешь ее обслуживать. И тут в первую очередь встает вопрос, у кого ты покупаешь эту машину. Ну, сравнивать с Черри, у них своего дилерского центра нет. Да, Соответственно, вы обслуживание будет проходить Hyundai. да. А здесь у нас в 15 городах официальные дилеры-представители есть. Мне эта машина больше понравилась. Да, Вперед. вперед. Да. Еще раз. Кнопку нажимайте сбоку. Ага, ну как на... Мгм. Я просто привык, что это по зеркалам. Да, правильно. Лучше доверять самому себе, да. Так сказать. Чуть-чуть надо газ все время. Чуть-чуть еще может. Так, Так, если надо, много уберите, он само покатится. Да? Чуть-чуть ему дать, чуть-чуть. Бұл көліктің қозғалтқышы 2 литрлік турбо компрессорымен қозғалтқыштың блогы, цилиндр блогы шойыннан жасалған. Бұл жақсы. 2 литрдан қытайдықтар турбо компрессор арқылы 249 аттың күшін шығарады. Яғни жолда бұл көлік өтті жүйрік. Жүргізіп көрдім, жүйрік болып келеді. Мысалы, Toyota Camry мен 2,5 литрлік, немесе Santa Fe көлігімен 2,5 литрлік көліктермен бұл көлік өте жүйрік болып келеді. Газға басасыз, лезімді алып кетеді. Иә. Жанармай форсункадары бензинді тікелей цилиндрға апарып шешеді. Сорғыш коллекторға емес. Direct injection дейді ғой оны. Сол. Бұл қозғалтқыштың кепілдігі дилер 150 мың шақырым береді қозғалтқышқа, немесе 3 жыл. Ал робот қорабына, беріліс қорабына 200 мың шақырым немесе 5 жыл береді кепілдігі. Сол. 240 аттың күші. Бұл көліктің көлемі Hyundai Santa Fe көлігімен салыстырмалы. Сондай кіші емес. Hyundai Santa Fe үлкенірек, бірақ та ішінде отырғанда бұл көлікті сондай кіші болып көрінбейді. Жалпы айтарым, Қытай көліктері өзіме ұнайды. Өз ойымды айтайын. Сапа жағын айта алмадым, ал бұл дизайн жағын. Иә. Деңгейлері бәрі бар ішінде. Ал Қытай көліктерінің ішінде маған ең біріншіден Шэньчжэнь көліктері, немесе Чанган дейді кейбірді, бірақ та дұрысы Шэньчжэнь. Сосын Geely, бұл Volvo'ны сатып алған компанияның көліктері Geely дейді. Үшінші орында Chery, және міне осы Havail көліктері, иә, ұнайды. Дизайн жағынан. Мысалы, қазір сатылып жатқан Қазақстанда Chery көліктері өте әдемі болып көрінеді.
ең әдемісі Қытай көліктерінің ішінде бұл Шэньчжэнь көліктері. Шэньчжэнь Юникей. Айтпақшы олар келеді Қазақстанға ресми түрінде. Мүмкін соңында қарап шығамыз, мініп те шығармыз. Осы бейне сіздерге пайдалы болса, қызықты болса, бейнеге лайк қойыңыздар, арнаға жазыңыздар, бейне астына өз пікірлеріңізді жаза қойыңыздар. Сіздер қалай қарайсыздар Қытай көліктеріне? Жалпы ерекше дегендей қалай ойлайсыздар? Алушы ма едіңіздер? Иә. Жаратқан ие сіздерге риза болсын және әр күндеріңіз керемет өтсін.